келсеңіз де сол бастығыңыз сіздердің арманыңызды сұрады ма? Арманыңыз қандай өмір сүргіңіз келеді деген ешкім жоқ екен. Енді бәріміз орта жастағы адамдармыз. Осы өмірде жер бетінде өмір сүріп жатқаннан кейін, адам болып келгеннен кейін адамның арманы болады екен. Енді сол арман туралы қысқаша айтайын мен сіздерге. Менің атым Гүлзада Ойолдақызы, өздеріңізбен таныспын. Тағы таныспайын, атымды толығырақ естеріңізде сақтап алыңыздар. Бұйырса, сіздер жаққа да барып әлде дәріс береміз. Енді Ойолда қызық Гүлзада. Телефонын жазып алыңыздар, шатқа қоссаңыздар болады. 8702 87 02 951 95. Гүлзада Ойолда қызы. Oyanda? Valiyolda. Valiyolda қызы. Әке шешем тоже арғы беттен келген, 68 жылдары Дөрбежін ауданының жерінде туған екен. Енді Аллам бұйырса, осы келесі айларда сол әке шешемнің ан жақта туыстары бар. Кеше бір бауырым келіп отыр, ол бауырым ошақтан көшіріп алғанбыз, осы жақта. Бірақ мен енді сол Дөрбежінге барған емеспін. Шешем жаңа бауырларым барып жатыр, мен жаңа жұмыс бауырымен бара алмаған едім. Енді арманым сол осы жаңағы 9-10 айда барсам ба деп. Қысқаша өмір баяным сол енді. 2 қызым бар, екеуі де семья құрған, тойланған, бала шағасы бар. Енді Аллам сол жаңағы немерелері үшін, солар үшін жұмыс жасап жатырмыз енді. Олар да біреуге жұмыс жасамай, өзінің арманына жұмыс жасасыншы деп, жаңағы осы тірлікке біз бастап келіп отырмыз. Біз ойлаймыз ғой, бала таптық, бала өсірдік, енді сол бала бірден кейін өзгертсе, бала іштен өзгертпейді екен, өмірді өзгертетін өзіміз, өйткені балаға жол көрсету керек. Біз не істесек, бала соны істеп өтеді екен. Сондықтан мен сіздер келіп, осы жерге келіп, өмір өзгертен жүріп жатқандарына қуаныштымын. Осы мақсат армандарыңызды ары қарай бала шағаға жалғастырайық. Мынау салып жатқан әркімнің сара жолы ғой, ертең әркімде дана жол болып басталатын болсын. Енді осы жолымыз ұзағынан болсын, осы жерден табыс көріп, жағдай өзгеріп, әр қазақтың жағдайын өзгерткенге осындай көшбасшылар керек бізге. Енді сіздер осы Қытай өңірінің қаймақтары десем болады, сол жақтың қаншама адамның өмірін өзгертеді. Енді кешеден бері қаншама өз өмірімізді өзгертіп жатырмыз ба. Адамның өмірін өзгерту үшін мына миды өзгерту керек. Мына жердегі ми өзгерткенде өмір өзгеріп шыға келеді екен. Біз сол миға бір уақыт тоқталып, миымызға ой бермейміз де, есеп бермейміз, жүре береміз бір ағынмен. Ел қалай өмір сүріп жатыр, біз де солай өмір сүріп жатырмыз деген сөз. Енді қазір ғасыр осындай өмір тез өтіп жатыр, бірдеме өзгермейді. Сол арпалыс күйзеліс кезінде осы өмірді өзгерткіміз келеді екен бәріміз. Енді сол өмірлеріңіз өзгеретін мүмкіншілікті енді жақсылап қабылдап алыңыздар сіздер. Арман әр адамның арманы болады екен. Мен де 50 жыл өмір сүрдім. Мен де әр жерде жұмыс жасадым. Бірақ мен барған жерінде сенің арманың қандай деп сұрамадым мен ешкім. Мен сол бала кезде армандаған арманым соге қала берді. Өйткені арман қалтамына қарай өше береді екен. Өйткені ақша жетпей, қу тірлік, бұрын керемет шетелде қыдырғым келеді деп бала кезде армандаймыз ғой. Ол үлкейе келе іске аспай қалады екен. Енді соны қайтадан оятып іске асыратын уақыт келіп жатыр да. Мынандай мүмкіншілік келіп жатыр. Мынандай жағдай келіп жатыр. Жәнегі өмір өзгертетін система деді ғой, ақша табу жолы келіп жатыр. Енді осы жол келіп жатса, бүкіл біздің өміріміз, біздің бала шағамыздың өмір өзгеретініне көзіміз жетіп отыр ғой енді. Кешегінде миллионерлердің алдында. Міне осы қысқа 5 жылдың ішінде мынандай кісілер өзгеріп жатқанда біз неге өзгермеске деген. Сондықтан әр қайсыларыңыздың өміріңізді өзгеретініне сенімді болыңыздар. Мынау әркім енді көшбасшы болғаннан кейін мынандай үйді не тұру керек. Адамға жақындату, сіздің арманыңызды ояту. Үйде альбом немесе мынандай альбомға жасауға болады. Өзіңіздің ойыңыз, мынандай үйде тұрғым келеді, мынандай машина алғым келеді. Не, ойыңызға не келеді бәрін? Бриллиант таққыңыз келе ме, тон кигіңіз келе ме, шетелдің суреттерін, соның бәрін адам өзі қалау керек екен. Сол қалаған кезде, тезірек орындалады да, өйткені мен ақша келетін болып тұр ғой. Енді ақша келгенде сіз тағы не істеріңізді білмей қаласыз.
Сондықтан бүгіннен бастап үй алатыныңызды жаңа мақсат қойып соған арман суреттерін жапсыру керек екен. Арман альбомы дейді бұл. Енді бұл жерде жаңағы өзіңіз жаңағы қалаған үйлерді, жаңағы бриллианттар, сақиналар, үйдің ішіндегі заттар қалай өзгеру керек, соның бәрін қоя бастайсыз. Мынадай неге? Денсаулығыңыз қандай болады? Енді спрей қолға тигеннен кейін ойлаймыз, әрқайсымыз 100-ден 120-ға дейін жасаймыз деп. Өйткені ауырмайтын мүмкіншілік келіп жатыр. Бұл 4 спрей ауырмаудың алдын алу ғой. Бүгін деніңіз сау болса, бүгін қолданып жүрсеңіз, сіз ертең өміріңіздің жаңа соңына дейін ауырмай өтетін мүмкіншілік болып тұр. Сосын путешествие дейді, жаңа неге қыдыру. Соған айбат жерлер саяхат, саяхат суреттер. Міне сіздер келіп жатсыз Қазақстан, осының өзі саяхат. Осы 5 күннің өзін саяхаттап жаңа сурет қылып шығарып қоюға болады. Содан кейін мына жерде семья туралы махаббат жаңағы. Семьядағы отношение өзгереді осыдан барғаннан кейін. Жаңағы айтып жатырмыз ғой, кешеден бері күйеу бассыз әйел мойын деп. Күйеулеріңізге деген көзқарас, бала-шаға деген көзқарас. Өйткені біз көрдік, уже бір өмірге сенім пайда болды. Соны енді сіздер де көріңіздер деп ертең үйге барып шай ішіп отырып әңгіме айтамыз. Не көріп келдік, не қойдық. Сол мына жерде жаңа семьяның суреті. Немереңіз болса, жаңа құда-құдағай бәрі жаңағы қарым-қатынастан тұрады екен. Жоқ нәрсеге ренжіп жаңағы не қыла береді екен. Мына жерде жаңағы сіз енді осы компанияға келгеннен кейін ертеңгі 1-2 жылда жасап шығатын жаңағы нәтижеңіз. Үйде алаласыз, ертең сіздің артыңыздан қаншама адам ереді. Сіз ол адам сіздерді марапаттап жаңағы не дедік, дорожкеде не дейді сіздерде? Қызыл кілемнен өткізіп жатады. Сіздің командаңыз жаңа қошемет көрсетіп, сіз кетіп бара жатасыз. Соның бәрін елестетіп, сол суреттерді жасау керек екен. Жаңағы мынадай сурет тапсаңыз, соның дорожкеден біреу өтіп бара жатыр, соның басын қиыпсап, өзіңіздің суретіңіздің басын жапсырып қойсаңыз, ол тезірек болады. Сонда енді адамның арманы да ішкі күйзелісі. Содан қарап отырасыз, бұл тезірек жасалады. Өйткені міне 1 жыл, 2 жылда қаншама адамның арманы өзгеріп жатыр. Енді арман деген ол ой ғой, ойлаймыз. Енді сол ойды жай ғана ойлап, диванда жата берсек, ол тағы іске аспайды екен. Ол ойды іске асыру үшін ары қарай мақсат қою керек екен. Не істеймін енді? Осыншама арманды армандап қойдым. Енді бұны жылжыту керек қой, оған енді аяқ қоюымыз керек екен. Жаңа мақсат. Бір қадам мақсат жасайсыз, сіздер жақсы жасап жатсыздар, жаңа шумды құрып алып. Әрқайсыңызда қаншама шум бар. Сол мақсат екен. Міне бүгін қанша адамға сіз ақпарат айттыңыз жаңағы жаңалықта. Мен көріп келдім. Ертең барасыз, тағы не көргеніңізді айтасыз. Сол сіздің күнделікті жаңа мақсатыңыз екен. Әлгі сіз айтып жатсыз ғой, мен осы шумға отырғалы үйде дұрыс тамақтар жасамадым. Жаңағы үйде не қылмадым, көбінде шумда тұрамын. Ол бүгінгі ғана нәрсе. Осы уақытқа дейін ішіп жедік қой. Кешке дейін жаңағы газдың қасында осы вареньеда қайнатып, жаңағы манты жасап жеп, одан байығанымыз қаншалықты? Сотканы безукаға қойыңыздар. Ішіп уақыт өтеді екен, ау? Сотканы безукаға қойыңыздар. Дауысын басып қойыңыздар бірінде. Бірінің осап қойыңыздар болмаса. Өшіп сіз әзір жақсы ғой. Енді сол сияқты жаңағы үйдегі қарым-қатынас, көзқарас, айналаңызға деген қарым-қатынас осыдан бастап өзгереді екен. Мына 2 күндік, 3 күндік, 5 күндік, ертең тағы сабақ болады. Сол сабақтар бізге өте қажет. Өмірге бізге жол көрсету, жол бастау, қалай өмір сүру жағдайын осы уақытқа дейін үйренбедік қой. Ол мектепте де үйретпейді, жаңағы жоғарғы орында да үйретпейді. Біз бір қағаз алу үшін ғана жүреміз. Мысалы, жаңағы дипломға, жоғарғы орынға барып диплом алып, сосын біреуге құлдыққа кіреді екенбіз. Жұмыс жаңағы жалшы ғой. Жалақыға барғаннан кейін жалшымыз. Сол кісіге барған кезде біз қанша ақша төлейсіз деп қана сұрайды екенбіз. Ол кісі бізден сұрау керек қой, сенің арманың қалай деп. Олар сұрамаған екен. Енді міне өмір осыған келіп тұр. Әр адам өз арманы үшін жұмыс жасайтын мүмкіншілік келіп тұр. Ертең сіздер өз арманы үшін жұмыс жасап жататын болса, өз жағдайларын өзгертетін болсаңыз, бала-шағаңызды өзгертетін жағдай болып тұр ғой. Сол арманды дұрыстап шешіп алайық. Арман, мына жұмыстың, осы қазір істейін деп тұрған жұмыстың 90% арман екен. Сонда ар жағында 10% ғой. Сіздің арманыңызда тұр. Сіз бүгін осы арманды керемет армандап құлшынуыңыз керек. Сол арманға жетім деген құлшыныс болған кезде, ар жағындағы 10% сіздің жаңағы шат құрып, шатқа жаңағы дәріс беруіңіз. Болды, адамдар әрқайсысы өз арманын оятатын болса,
сіздің жұмысың 100% іске қосылды деген сөз. Сосын жаңа енді былай қарасаңыз, армандап ойлап жаңағы бір қаладан бір қалаға ұшып барып кетуге де болады. Оймен бәрін жасауға да болады да. Енді жай ғана ойламай, жаңағыдай мақсатпен күнделікті қадам жасап отырмыз. Күнделікті қадамымыз бүгін мысалы жаңа шуңға сөйлеп, адаммен жүздесіп, тікелей жүздескен басқаша тұрады. Сол тікелей жүздесіп, жаңа көрген білгеніңізді шай ішіп отырып айтып, соған уақыт бөлдіңіз, ол бүгінгі уақытыңыз екен. Егер ертең ол кісінің арман оялып, ол біреуді оятып жататын болса, сізге жақсы екен. Сондықтан жаңағы шаршамайық, осы арманымызды өшірмейік, ары қарай соны жалғай бастайық. Соңғы күнделікті жаңағы мына күндік дейді. Бүгін не істедім? Өздеріңіз жаңағы бір басқа хатираға жазып отырасыздар. Бүгін мен осынша адамға ақпарат айттым, осынша жаңағы адам маған дұрыс көзқараста болды. Сол адамды бір жетіден кейін ана адам сізге 2 күннен кейін, 3 күннен кейін жазыла бастайды ғой. Маған керек еді, мен де істегім келеді, мен де ақша тапқым келеді деген сияқты. Ол жетілік жаңағы, жетілік нәтижесін шығарады екенсіз, итогын. Маған осы жетіде осынша адам жазылды. Ол сіздің өзіңіздің есеп беруіңіз. Біз есеп бермей өмір сүргендіктен осылай болып кеткен екенбіз. Әр адам күніне, жетісіне, айына есеп беріп отыратын болса, арманға тез жететін мүмкін жоқ. Біз бос уақытты көп өткізіп аламыз. Бос уақыт тойға барамыз, және күнде көп әңгіме айтамыз. Бәрін есеппен жасау керек екен. План дейміз ғой, сіздер қалай айтылады? Жоспар. Сол жоспармен жүру керек екен. Жоспарсыз адам біз енді бір тойға барып, бір күн тойлауға болады. Ал бір тойға барып, кіріп шығып, құттықтап, 1-2 сағат отырып, басқа жұмысымызды сол күні 3-4 жұмыс жасап тастауға болады. Сондықтан жаңа жоспармен жүрейік. Жоспармен жүрсек, тез жететін мүмкіншілік болып тұр да, 1 жылда, 2 жылда. Бос жүрісті қойғанымыз көбінде жаңағы үйренейік, оқиық, мына миымызды үйретейік. Өзіммен қоса мен мысалы қыздарымды ертіп жүрмін. Не үшін ертіп жүрмін? Олардың да миын өзгерту керек. Мен миым өзгергенмен, оның миын мен миымды апарып сап бере алмаймын ғой. Ол баланың миы өзгеру керек. Сондықтан арттарыңыздан жаңағы балаларды ертіп әкеліп жақсы жерлерге кіргізіп мынандай сабақтарға. Көрші міне тыңдашы, саған сенің миына да керек, бұл жаңағы миға беретін витамин екен. Біз енді жаңағы дене құрылысымызды бәрін нетіп жатырмыз ғой спреймен. Миымызды тазалау үшін осы сабақ екен. Мидың дәрісі екен бұл. Енді не айтамыз? Сол осы ми өзгерткеннен қазір қаншама адам өзгеріп жатыр. Біздің компанияда 57 машина алынды. Қысқа неде 5 жылда 57 машина алынды. Енді аға 37 жылында жұмыс жасап жатырмын дедіңіз, 37 ме, 31 жыл? 31 жыл. Сіздің жаңағы жұмыс орныңызда қаншама машина берілді ме? Еш уақытта бермейді екен. Сіздің жаңағы құрметті пенсияға шыққанынан кейін сізді жіберді ме шетелге? Жібермейді екен. Ол өз басыңыздың несі. Сондықтан өз басыңыздың... Енді не, жаңа 57 машина алдыңды, қаншама семья миллионер болып жатыр. Тез уақытта, енді біз бала емеспіз ғой, ой тоқтатқан уақытқа келдік. Баламызға жол көрсететін уақытқа келдік. Не істесем, осы қазір маған бірдеңе айтсам, мен тура өзгерер едім деген шаққа келдік. Сол шақ мінеге келіп тұр екен. Адамдарды сіздердің бұрын құлақпен ғана естіп едіңіздер, осы 5 күнде көз алдарыңызда көрдіңіздер. Кеше миллионердің үйіне бардық, үйін көрсетіп жатырмыз. Ана аяғынан тамақ ішкізіп жатырмыз. Қай миллионер бізді үйіне кіргізіп тамақ берді? Сен мен сияқты байышылып, қай миллионер өзінің байығандығымен бөлісті? Енді мына жерде жанымыз қалмайды. Мен жақсарып келе жатырмын ба, сіз де жақсарыңызшы деп біз бөлісіп. Ертең сіз жақсара бастасаңыз, екінші біреуге айта бастайсыз. Өйткені бұл жерде жаңағы не жоқ, қызғаныш жоқ. Компания беріп тұр. Мен бермеймін. Мен жаңағы өзімнің осы өзгергеніммен бөлісіп қана тұрмын. Маған компания беріп жатыр. Ертең сізге де компания береді. Сіз өзгеріңіз. Сіздің ой жүйеңіз өзгерсін. Жан-жағыңыз өзгерсе, сізге береді екен компания. Сол үшін қаншама адамның ой жүйесін өзгертейік. Енді бұл жерде айтып жатырмыз, компания өте бай. Маған сіз анау алып қойды ғой, маған жетпей қалады ғой деген жоқ. Өйткені 5 жыл болды, 5 жылдың ішінде қаншама адам өзгеріп жатса, енді 10 жыл болады, 15 жыл болады. Сіздер уақытында келіп отырсыздар да қазір. Уақытында келіп отырсыздар.
Енді осыны ары қарай жалғастырып, үйде ізденіс болу керек те. Жаңағы осы уақыттарда байлар қалай байыды деген кітаптар оқу керек. Кішкене көріністер көру, қасы интернетте бәрі тұр. Интернеттен қарасаңыздар, мына бай қалай байыған екен. Және ол өзінің өмірін жазып қойған, қазір байлардың өмірлері тұр. Сол өмірге қарап, сіздер де сол өмір бойынша, байлардың өмірі бойынша план құрыңыздар. Сол байлар мысалы қанша уақытта байыды екен. Соларды көп оқу керек те. Басқа дүниені оқығанша, сізге өзіңізге қажетті нәрсені көп қалауыңыз керек. Сол жаңағы кітап оқуыңыз керек, дискі нетіңіз керек. Өйткені сіз қаншама адамды өзгертуіңіз керек қой. Қанша адамды өзгерту үшін сізде білім болу керек қой. Айтатын сөз болу керек. Мына білім миға жиналмай ауыздан шықпайды екен. Бірінші айтады ғой мына жаңағы мұғалім дайын болған кезде, сіз қазір несіз, оқушысыз, оқуға келдіңіз. Сіз ертең дайын болып мұғалім болып шығу үшін сіз бүгін тыңдаушысыз. Дайын тыңдаушы болған кезде, мысалы, нақты тыңдаушы. Осы тыңдай бергім келеді, осындай жерден қалғым келмей келе берген кезде, сіз ертең дайын мұғалім болып шығады екенсіз. Өйткені сіз жаңағы бәрін ойыңызға түйіп қабылдап алдыңызда, енді айтатын уақыт шығады, сол кезде ол ауыздан шығады екен. Енді енді бұл жерде бұл компания жаңағы ерлі-зайыптылар, бала-шаға бірігіп жасайтын мүмкіншілік. Сізде енді бір қағазыңыз болса, сол жерге бала-шағаңызды ертіп, мен бала-шағаммен бірге жасайыншы, мен осы бала-шағаммен бір жерде бастық болайыншы деп айта алмаймыз ғой. Әркім бір-ақ адамнан ғана сол жерге барып жұмыс жасайды. Енді бұл жерде шегі жоқ қой, шіркін ағайын туыспен бірге жасайды екен. Ертең сіз бала-шағаңызда келсеңіз, сіз ағайын туысыңыз келсе, бәрі сол жаңағы қарым-қатынастан тұр да. Береке деп енді командамыздың аты бекер қойылмады. Оны да қаншама ойладық, зерттедік, қалай қойсақ, қандай ат берсек біз командаға деп. Өйткені екі елдің берекешілігін ойладық. Осы салып жатқан алтын көпіріміз ертең 15 жылдығын, 10 жылдығын тойлап жатсақ, береке компаниясының ашылғанына міне 10 жыл болған деп біз айтатын мүмкіншілікке жетеміз. Ертең мына балаларымыз өсіп келе жатыр, солардың қолына ұстататын біздің өз семьямыздың жаңағы жалауы болып тұрды. Енді осы ұзағынан сүйіндірсін осы берекеміз. Сіздер арадағы алтын көпір болыңыздар, кертілмеңіздер, сынбаңыздар, және шақырған жерде осы дәріске келуге асығыңыздар. Енді сіздер шақыра бермейміз, біз өзіміз баратын мүмкіншілікке жетеміз. Сіздер бізді шақырасыздар. 500 адам жинап қойсақ, біз ошақтағы адамды бәріміз барамыз. Біз құлшынып отырмыз. Өйткені сіздердің жаңағы армандарымыз ояулы, күні түні бізге маза бермейтін деп арманым оянса сіздерде, келіңдер бізге дәріс беріңдер деген кезде біз барамыз, біз дайын адамыз. Біз ғана емес қаншама осы жерде өмірін өзгерткен адамдар бар. Енді әркім өз өмірін өзінше өзгертіп жатыр. Өз ойын өзінше айтады. Әркімнен жаңағы бір түйінден сіздер өздеріңіз қабылдай бастайсыздар ғой. Мына маған керек екен, мына маған менің семьяма керек екен деген сияқты. Мен де жаңа қазан басында жаңағы тамағымды жасап отырған әйелдің бірі болған. Жұмысыма барып келем, бухгалтер, мен енді дипломым бухгалтер болды. Союз кезінде бухгалтер болып істедік. Өзінде ақша жоқ, біреудің ақшасын есептеймін. Ана біреудің ақшасы үшін жаңағы күні түні жаңағы есеп беру керек. Бір нөл былай кетіп қалды ма, басын кетеді дейсің ол кезде. Сотталып кетесіз. Ана бүкіл коллективтің ақшасы жеміп кетеді. Соны жаңағы бір нөл үшін ана жасайтын қағазымды 3 тексеріп 3 жүз солай өткізетінбіз. Сонда қанша уақытымызды біреудің нәрсесіне бөлдік. Енді сол нәрсені өзімізге бөлуімізге болады ғой. Енді міне өз ақшаларымызды есептейтін, өз уақыттарымызды есептейтін мүмкіншілік келіп жатыр. Осыны мұқтап, осыны мұқтап жаңағы жолға қойып алыңыздар. Біреуін айтып бірден кетіп жатырмын. Мен аяқ астынан шығып кеттім де. Арманды қойдық, осыны карта біз деді ғой, арманның несін жасағаннан кейін, алдыда енді жұмыс басталғаннан кейін кедергілер болады. Әртүрлі адамдармен жолығамыз. Енді адам болғаннан кейін олар мынаны естіген жоқ қой. Сіздер кішкене бүгін өзгердіңіздер. Бір-біріңізге деген көзқарас өзгерді. Жаңағы кешірімшілік өзгерді. Жаңа товар кешігіп жатса кешіретін болдыңыздар, оңға дейін кешірмей, ақшамды бердім, қайда деген өкпе болған. Енді өкпелемейтін жағдайға келдік. Түсіністік пайда болды арада. Акасы бұл мұндай жұмыс екен ғой деп.
Енді сізді ертең сіздің артыңыздағы адамды сіз өзгертуіңіз керек те, осыны айтып. Өйткені жаңа кедергілер болады, жұмыс басталғаннан кейін кедергі болады. Мысалы біз қаншалықты уақытында жіберіп жатсақ, 2 границадан өтіп жатыр. Енді границаның адамы ой бұл лайфмакстың товар екен деп машин қоя бере салмайды, олар білмейді бұл компанияны. Кейде жақсы өтіп кетеді, кейде ұстап қалады. Сол ұстап қалған кездерде жаңа кедергі екен. Сіздерге кедергі болып тұрады да, артыңыздағы адамның товары келмей жатыр. Сол кезде сіздер сынып кетпеулеріңіз керек. Сіздер оларды басу айтып, міне осылай, 2 шекарадан өтіп келе жатыр. Ол енді осындай зат, анау Америкадан Қазақстаннан Қытайға келгенше осындай жағдай екен деп, жаңағы өз адамыңызды өзіңіз басу не қыласыз. Ана адамдар кетіп қалмау керек, шашырап кетіп, жаңағы ойлар, ой мынау сондай ақшамызды алып бермей қоятын екен деп. Сіз жақсы сөзбен соларды жаңағы басу айтып отырсаңыз, адамдар шыдайды. Мына кісінің сөзі дұрыс екен, ойы дұрыс екен деп. Ал сіз оған қалай кері жаңағы допты лақтырып тұр ғой. Сіз оған қана допты аласақ, қайта өзін лақтыратын болсаңыз, ана кісіге қатты тиеді, ол кісі жаңағы келмей қояды. Болды, кеттім деген сияқты. Үйтіп адамдарды жоғалтпайық, адамды түсіністікпен қарайық. Өйткені ол кедергінің бірі. Кедергінің түр-түрі болады. Тойға бару керек. Немесе жаңағы кездесуге бару керек. Мына жұмысты айту керек. Сіз кезіп қойдыңыз. Сонда қайсысын қалайсыз? Аяқ астынан сізді бір ағайыңыз тойға шақырып қалды. Сіз кездесуге не қылып қойғасыз, план құрып қойғасыз. Сонда жаңағы мына жерде керекті, керексіз дегенді нетіп алуымыз керек. Біз мына өмірде жоқ, ол ағайынның тойы, баруым керек. Ол өкпелейді деп анда кетіп қаламыз. Ал мынау сіздің өміріңіз ғой. Сіз жаңағы ол адам шақырып қойдыңыз. Ол сіздің ертеңгі өміріңіз шешетініңіз жай. Енді той еріншісі артынан барып, жаңағы подаркасын беріп кешірім сұрауға болады. Ол сіздің ағайыңыз. А мына адам біріншісі ол кетіп қалады ағай. Сонда жаңағы қайсысы қажетті, қайсысы қажетсізін анықтап алу керек. Сен ана ағайыңызға кішкене мен кеше жаңағы тойға не келе алмай жатырмын, осындай жұмыс қойып түсіністіруге болады ғой. Ертең подаркаңды алып құттықтап шығамын. Мына жақта адамдарым бар еді деп, мына жаққа кетуіңіз керек екен. Өйткені ол сіздің өміріңізді өзгертетін жағдай екен. Сондықтан жаңағы біз көбінде жаңағы керекті мен керексізді ажырата алмай қаламыз. Соны енді осыдан бастап керектіні жаңағы қажеттік көбірек жасаңыздар. Өйткені ол менің семьяма керек, менің бала-шағама керек. Мен не істеп жатырмын? Соны. О да бір кедергінің түрі. Адам теңселіп қалады, қай жаққа барсам. Содан кейін міне жиындарға келу керек. Тағы да сізді кедергі шыға бастайды. Семьяда бірдеңке шыға бастайды. Жиынға келем бе, жоқ қалам ба? Сол кезде жаңағы тезірек ана жақтың жағдайын шешіп тастауға асығыңызда, мына жиынды босып не қылмауыңыз керек, жібермеуіңіз керек. Өйткені әр жиыннан көріп жатсыздар ғой, кешеден бері қаншама миымыз өзгеріп жатыр. Қаншама көрініс көріп жатырмыз. Адам мына сіздер келмей, мына адамның айтады ғой, өтірік пен шындықтың арасы 4 ақ ел екен. 4 ақ ел екен. Мына қолыңызды былай қойсаңыз 4 ақ ел. Біреу құлағыңызға бірдеңкені айттық, бәрі өтірік сияқты болып келген, иә? Енді сіздер көзбен көрдіңіздер де, шын екенін көрдіңіздер ғой, 70% көзбен қабылдаңыздар. Және жақсы үйлерді көрдіңіздер, ақша алып жатқан адамдарды көрдіңіздер. Енді сіздер көзбен қабылдап кетіп бара жатсыздар. Сол үшін енді ана келесі адамға да осыны айту керек екен. Көрініші, адамға көбірек көрсету керек екен, чем айтқаннан. Бір барып көріп келсеңіз, сіздің жұмысыңыз 100%-ға жүріп кетеді. Осыдан кейін енді сіздердің жұмыстарың 100%-ға жүреді. Өйткені сізде сенім пайда болды. Сізде көрініс пайда болды. Бұрын құлақпен естіп жатқансыздар. Енді көзбен көрдіңіздер. Осы көзбен көрген дүниені ары қарай жылжытуға болады ғой. Адам соның бәрін қабылдайды екен, енді адам болған екен. 2 аяқты, 2 қолды, 2 көзді адам жасап жатыр. Біз мына жерге келгенде сізде диплом бар ма деп сұрадық па? Сұраған жоқпыз. Сіз қандай адамсыз деп сұраған жоқпыз. Сіздің арманыңыз бар ма? Болды бізге. Сіз өміріңізді өзгертуіңіз келді ме? Болды. Сол жеткілікті екен осы жерге. Біз сізге көмектесеміз 100%. Сіздер үшін мен армандай алмайды екем. Сіздер үшін мен мақсат қоя алмайды екем. Әр адам өз армандау керек екен, өз мақсат қою керек. Қалғанын жасауға мен көмектеседі екен. Жаңа сіздер үшін ұшақ зат жасай алмаймын. Мен армандай алмаймын, мен мақсат қоя алмаймын, мен тізім жаза алмаймын. Сіздің жан танысыңыз, окружениеңізді білмеймін ғой мен. Сол тізім құра алмайды екен. Қалған жағдайда мен бәріне көмектесе алады екен. Енді осы үшеуін әр адам жасай алатын шығар, жазып алыңыз. Армандай аламыз, мақсат қоя аламыз, тізім жасай аламыз.
Осы 3 жұмысты сіз 100% жасасаңыз, біз сізге 100% көмектесіп алады екенбіз. Мен тез сөйлеп жатырмын ғой. Түсінікті. Жақсы, өте жақсы. Арман, мақсат, тізім. Осы 3 затты сіз толық жасасаңыз, тізім өзгеріп тұрады. Тізімді және 100 адам жасап қойып, нетпеу керек. Күнделікті тізім келе береді. Және осы жолда қайтып бара жатқанда бір адаммен танысасыз. О да сіздің тізіміңіз. Оның телефонын алыңыз, оның жаңағы қарым-қатынас қой. Әйел тез не қыламыз өзі. Әйел адам тез сөйлесіп кетеміз. Сондықтан жаңағы тізімді толтыра беріңіз. Тізім артық болмайды. Сол тізімнің ішінен оянатын адам оянады. Кейбір адамдар бүгін уақыты не, ол кісінің басқа да жұмысы көп. Жаңағы миы бос емес. Ол кісінің жаңағы ой мына менің жұмысыма келмей қой деді, бөкпелеуге керек жоқ. Бөкпелемеңіз. Ол кісіге жаңағы бүйтіп келесі де келеді ғой деген немен қойыңыз, сұрақ қойып қойыңыз. Сосын келесі кезіккенде тағы айтыңыз. Ол сізді қарап жүретін адамдар болады. Мына қазір біздің айналамыздағы ағайын туыс, жолдастар, олар бірден келмейді. Бізде қазір бір класстас жоқ, бір сыныптас жоқ біздің қасымызда. Сайлаудан да менен де бір ағайын жоқ, 2 қызымыздан басқа. Енді міне 3-ші ағайым енді келіп жатыр. Бұл да 1 жыл қарады мен, қай жерге дейін барады екен? Бұл Қытайда қалай ашады екен? деп. Былтыр барғанда, сол кезде менің артымнан еріп кеткенде, бүгін Камилбектің қасында отырады осы бауырым, мына бауырым. Өйткені ол ағайын ғой, ол сенбеді. Осы әпкем бірінші жетіп алсын, жасапсасын, енді бүгін келіп сеніп отыр. Енді бүгінгі сенім дегенде ары қарай енді істеуге болады. Кеш қалмайсыздар еш уақытта. Бұл адам әртүрлі қабылдайды екен. Сондықтан жаңағы ағайын келмей қалды, кластасым қосылмай қалды, танысым сөйтпей қайтып ренжімеңіз. Бірақ олар сізді жақсылап тұрып жаңағы бинокльмен қарайды. Бұлай қарайды. Сіз солардың алдында өзгере бастаңыз. Мына сөзіңіз өзгере бастасын, жүріс-тұрысыңыз өзгере бастасын, қарым-қатынасыңыз өзгере бастаған кезде олар өздері жақындай бастайды. Сізге қарай жақындайып, сіз магнит боласыз, кеше айтып жатырмыз ғой, магнит болу керек. Сіздің қасыңызда көбірек болғысы келеді. Сізден бір жақсы сөздер шығады ғой аузынан. Соны көбірек естігісіз, ол кісіні өйткені ол кісіге керек. Әр адамға керек мына жақсы сөз. Мына өмірде шаршап жүрген адамдарға жақсы сөз, мына құлақтан кіріп миға жету үшін жақсы сөздер керек екен. Бірақ соны айта жүріп, кейін ол кісілер келеді. Кейін де список керек қой. Енді сіз танымайтын адамдарды қоса бастайсыз, сонымен жұмыс жасайсыз, біз сияқты нәтиже көре бастағанда, ана кісілер жүгіре бастайды. Менде семьям өзгергісі келеді, менде бала шағам бар, менде жағдайын жасағым келеді деп, ол кісілер өзі келетін болады. Сондықтан және бірінші очередь өзіміз өзгеруіміз керек екен. Енді бірді айтып бірге кетіп жатырмын, мен плансыз келіп қалдым да. Арман оятуда. Міне армандарымыз. Арманға мықты көңіл берейік. Біз енді осы жұмыстың кереметі, сол бізден сұрайтын сіздің қағазыңызды айтамыз ғой, жұмысқа қабылдаймыз. Қашан? Сіздің арманыңыз оянғанда қабылдаймыз. Біздің сізден сұрайтын қағазымыз сол. Сіздің дипломыңызды сұрамаймыз, сіздің арманыңыз оянды ма? Сізге қажет дейді. Қажет мен семьяма деген кезде біз сізбен 100% жұмыс жасаса аламыз. Енді Bir misal getirip gitmişsin. Айтып жатқан екен ғой өзім туралы. Енді мен де сіздер сияқты бір ауылда, осы Қазақстанның бір түкпірінде 50 жыл өмір сүрдім жаңағыдай. Сол жерде армандайтын, осы мен неғып бірдеңке жасамаймын, неғып бір өзгеріс болмайды деп. Болмайды ғой, жылда жаңағы бізде жаңа жыл дейді. Сіздерде Наурызда сол жаңа жылда бір өзгеріс күтемін. Үстелді жасап тастайым, маған осы жылы бір өзгеріс келетін сияқты. Бала шағам мен өзімше жаңағы өзімді өзім көңілдендіремін де. Ертең осы келесі жылы менде өзгеріс болады деп. Соны тосумен болдым. Келмейді ағы өзгеріс, сөйтіп 50 жыл өтіп кетті. Акасы өзгерісті өзіміз әкелуіміз керек екен. Ешкім мен саған сіздің үйіңізге өзгеріс келді деп әкеп бермейді екен. Бүгін сіз ақпаратты естіп жатырсыз ба? Осы сізге жеткілікті өзгеріс екен. Ары қарай енді өзіңіздің қолыңызда тұр. Осыны қаншалықты қабылдап, ары қарай өзгерту. Бала шағаны өзгерту. Соны қазір енді өзім ана сүргелі жатқан, ауылда сүріп жатқан өмірмен қазіргі өмірімді салыстырам кейде отырып алып. Содан кейін тәубашылық етем. Таңертең тұрған кезде жаңағы Аллаға құлшылық етем.
бір алла менің көзімді ашып, құлағымды ашып, елге келгенде есімді жиғызғаныңызға дейін де, әлі есін жия алмай жүрген қанша адам бар? Отыр ғой. Маған керек емес, ештеңе керек емес, осыма шүкір деп отырған қанша адам бар. Енді адам болып келгеннен кейін неғып өзгермеске? Адам кішкене құлшыныс пайда болу керек қой. Білмеймін, өзім құлшынуда болдым. Маған десе 70-ке келгенде де осы нәрсе келсе мен келер едім. Бірақ мен айтам қазір жастарға, шіркін-ай, 20 жасында осы нәрсе мені естіп, маған айтқан болса, менің өмірім қазіргі кезде басқаша болар еді дейді. Соны жаңа 20 жас, 18 жас келіп жатса айтам ғой. Құдай үшін дұрыстап естіш. Біраз естімей, қолыңнан алмай тұрсың ба, тағы естіш деп анаған жабысам мен жастарға. Сендер бүгін естіп, бүгін жағдайларыңды өзгертсеңдер, ертең менің жасыма да келесіңдер ғой. Сол кезде басқа өмір тосып тұр. Өйткені мен көріп тұрмын. Мен сүріп тастадым ғой сол өмірді. Ертең сен де сол өмірді сен де сүресің. Сондықтан бүгін қолыңызға ұсташы деп тұрмын да. Сол үшін жаңағы осы командама жастар келсе екен. Жастарды осы не қылсам деп құлшынам да. Бірақ келе бастайды. Ол да жаңағы ата-анасына қарайды. Өйткені ана баланы сүйрегенмен оның басындағы ата-анасы жол көрсетіп қойған ғой. Тамыр кетіп қалған дейміз. Енді сол тамырды шабатын уақыт келді де. Мына жолға емес, мына жолға түсейік. Мына бір басқа жол екен. Қаншалықты мына арық қазып тастағанбыз ғой, арықтан шыға алмаймыз. Мына жерде керемет асфальтный жол салынып тастаған екен. Осы жолға шығайық деп бала шағаны ағайын туысы етіп шығатын көшбасшы болу керек екен. Енді осы ағайын туысының ішінен біреуіңіз бай болып, миллионер болып жатсаңыз, ана жерде басқа ағайын туыстарға көмектесуге болады ғой. Болады ғой енді. Өйткені өмір болғаннан кейін жаңағы проблемалы кедергілер болып тұрады. Бір кедергісі болып, бір ағайыныңыз туысыңыз ақша сұрап жатса, сізді ақша болып тұрып бермей қоясыз ба? Қалай бересіз? Қазір не деуші еді ана? Жомарттың қолын байлайды дейді. Сондай болып тұрмыз. Бәріміз жомартпыз, өйткені бәрімізде жүрек бар. Кеше әкемізді, шешемізді айтқанда қалай көзімізден жас келді. Не жасадық сол кісілерге? Егер бар болып жатса, сол кісілерді біз отырғызып қоя жатып қой, керемет қылып, бар болып жатса апарып өмірдің жақсылығын көрсетіп, өміріңіз өтіп бара жатыр. Бәрін көріп өтші осы өмірден, армансыз кетші деп, соның арманын орындауға тырысар едік қой. Өзімізді жоқ болғаннан кейін бере алмай жатқан жаңағы жомарттың қолын жоқ байлаған деген осы екен. Енді соны біздің осы немізді ертең баламыз сөйтпесінші. Ертең баламыз бар болып өтіп, жан-жағына беріп өтіп, осы беру қандай, жаңа алу қандайды үйренсінші деп жатырмыз. Біз беретін жерде бермейміз де, бермейтін жерде береміз. Беру мен алуды да біле алмаймыз. Оны да үйретеді екен осы жерде. Соның жаңағы кейде артынан ойланам мен. Беретін жерде бермей қалатын, ондай не болып қалады да? Бергім келмей қалады да, артынан неге бермедім? Ағы үшін жаңағы жүрегім ауырады да. Сонда жаңағы білместік қой енді. Білмей тұрмын. Берем бе, бермеймін бе? Сонда жаңағы беретіннен, алу мен беруді де үйрену керек екен. Онда жаңағы осы өмірден үйренеді екенбіз. Біз үйрене бастағаннан кейін енді бала шаға қайда кетеді. Ертең оның да өмірі соған келіп жатыр. Олар да солай үйрене бастайды екен. Өзінің арманын қояды екен. Жаңағы өз арманына, адам өмірге келгеннен кейін өз арманына жұмыс жасаған дұрыс екен. Біреудің арманына жұмыс жасамайды. Қазір 99% адамдар қай жерде болсын, жаңағы Қытай елінде болса да, Қазақстанда болса да, Россияда болса да, жаңағы 99% біреудің арманына жұмыс жасап жатырмыз. Біреуге барып жақсылыққа кіреміз, ол бізге жалақы береді, болды, сіздің арманыңызды сұрамайды. Ары қарай сіз сол кісінің арманын орындаудамыз. Ол кісіге рахат, ол арманын қанша адам орындап жатыр. Неғып біздің арман қайда қалды сонда? Сонда адам тоқталмайды екенбіз. Жетеді осы шүкір. Енді айтып жатырмыз, жұмыс бар болса, мынаны қосалқы қылып істеңіздер. Жұмысқа кедергісі жоқ қой. Жұмыс арасында екі сөйлеп, шумды құрып алып бүйтіп. Ертең сол жұмыстағы ақшаңызда мына жақтағы тапқан ақшаңыз көбейіп кеткен кезде, сіз бірден мына жаққа шығып өтіп кетесіз. Бірден жұмыс таста деп тағы айтпаймыз. Өйткені жаңағы мына істі кішкене домалату керек. Мына домалап келе жатқан шарды сіз домалатасыз ертеңнен бастап. Ертең барасыз ауылыңызға, шарды итере бастайсыз жаңағы. Үлкен шар дейтін. Соны итере бастайсыз. Итеріп келе жатасыз да, енді сіз жаңағы президент болдыңыз, тауға шықтыңыз, тауға шығып келе жатсыз төбесіне. Енді сол жерге келген кезде сіздің артыңызда кедергі пайда болады. Сізді біреу шақырады, немесе бірден кетейік, ойбай осылай. Сіздің мына жақта жаңағы қажеттілігіңіз, жұмысыңыз тұр. Жоқ, анау ана жаққа шақырады. Сонда сіз шарды қоя берсеңіз, кетті ғой шар домалап, қайта артқа. Сондықтан мына домалатқан шарыңызды ана төбеге шығарып тастағаннан кейін барып, содан кейін мына жаққа көңіл аударыңыз. Сол төбесіне шыққаннан кейін мына жұмыс жүріп кетті деген сөз.
ертең артыңыздан 5 адам, 10 адам көшбасшы дайындапсаңыз да, сіз жүре беріңіз басқа шаруаңызбен. Мына жұмыс өзі домалайды. Сол шарды домалатуды да білмейді екенбіз ғой, кеше сызып жатырмыз ғой, адамның жаңағы несін. Зейнат Атабай қандай жақсы көрсетті, белсебеттің дөңгелегін. Сол адамның өмірі дөңгелек қой. Сол дөңгелек бізді қазір қисық-қисық айланып жатыр ғой. Дөңгелемей жатыр. Не қылып сол дөңгелемегендіктен жаңағы адамның өмірі осылай болып жатыр екен. Ақшамыз жоқ, ақшамыз бар болса денсаулығымыз жоқ, денсаулығымыз бар болса басқа жағдайымыз жоқ, рухани жағдайымыз жоқ. Соның бәрін дөңгелететін осы компания болып тұр, осы Лайк Макс компаниясы. Мен көп болған жоқ маған келген. Маған міне 1,5 жылдың көлемі болды. 1,5 жылдың көлемінде менің өмірім дөңгелекке айлана бастады. Менікі дәл сіздерге сияқты жаңағы қисық дөңгелек болады. Дөңгелемейді. Қазір дөңгелей бастады. Сол дөңгелекті өзіңіз дөңгелетеді екенсіз. Шыдаңыз. Бізде мысалы Қытайға барып, мен январында Қытайға барып жұмыс жасадым. Қара су. Жаңағы Қытайдағы енді 6 ай өндіру керемет суық екен. Дірілдеп жүріп, жаңағы барған үйімдің машинасы анандай жүк таситын машина екен. Сол машинамен мен анда апарады, мұнда апарады. Мен қатып қалған көрпеге оранып алам. Тоңқаман шытып орап қояды мені көрпеге. Ішінде несі жоқ, қыздыратын пеші жоқ. Сонымен солай жұмыс жасадым. Бірақ менде жаңағы аурам деген не болған жоқ та, ой болған жоқ. Мен мына жерден жасап кетуім керек. 1 ай уақыт қой, виза бітіп кетеді. Сол виза тошып кетпес үшін жаңағы жүгіріп жасадым да, осы жерден адамдар түсініп кетсе екен, оқып кетсе екен. Түнгі 12-ге дейін, түнде 3-те келген уақытымыз болды. Қарға батып қалып, жаңағы машина. Айдалада ешкім жоқ, ана машинаны сүйрейтін адам жоқ. Жүк машинасын итере алмаймыз ғой. Сөйтіп ана жерде жаңағы ішіне отырып алған 2 әйел, жаңағы күйеуі бар. Еще ана әйеліміз екіқабат, оған не етуге болмайды. Мен алып ана күрекпен ананы күресем, ана кісінің жолдасы айтады, сіз түк істемейсіз дейді. Қалай түк істемейсіз? Қатып барамыз енді тоңып. Үйге қимылдасақ кішкене адам не қыламыз? Қатып өлеміз ғой енді, не істейміз. Бір күрек болса да қарды лақтырайын деп қарды лақтырамыз. Сондай кедергілер болады. Сол кезде қойшылсыз деп жаңағы Қазақстан қайтып кеткем жоқ. Жаңағы 1 ай көлемінде сол визам біткенше сол жерде жұмыс жасадым. Енді ондай кедергілерге жаңағы мойын ұрмаймыз деп едім, жаңағы ол түсіністік болсын енді сіздерде. Өйткені мен ертеңгі арманым істесем, қанша адам оянса деп, енді маған, мысалы мен жаңағы орыстарға да барып жасауыма болар еді. Алла тағала маған сіздерді берді. Қазағымды оятшы, оянсыншы қазағым деп сіздерді берді. Мен қуанам. Өз қазағыма көмектескенге қуанам. Мен барып орыстың алдында да үстіп дәріс беруіме болады. Өйткені о да өмірін өзгерткісі келеді. Бірақ маған сіздер жақынсыздар ғой. Бір там қазақпын деп қандарыңыз соғып тұр ғой. Мен соған қуанам, Аллаға айтам. Мен ризамын. Қазаққа барып не бергеніме, қазақтың көзі ашылғанын. Қазір бізді қаншама ел қосылып жатыр. Монғолия қосылып жатыр, Қырғызстан қосылып жатыр. 29 ел қосылды Қазақстанға. Соның біреуіне барып мен де дәріс бере алар едім ғой. Жоқ, маған Алла тағала маңдайыма жазыпты. Бардаққан Қытайдағы отырған қазақты қос. Осы екі ортаға алтын жолды, алтын көпірді сен салды. Соған қазір тәртен тұрсам да, жатсам да құлшылық етем Аллаға. Рахметімді айтам. Өз тілімде сарнап, өз ойымды жеткізе алып тұрғаныма. Мен орысқа барсам, мына ойымды жеткізе алмаса едім. Мен қаншалықты орысша білем дегенмен, мен ойымды орысша жеткізе алмайым. Сіздерге өзімнің өмірімді, өзімнің жүрегімнен жеткізе аламын да, өйткені бір тіліміз бар. Енді арасында кішкене бар шығар, жерге қонықсыз болып тұрған жерлер. Бірақ мен көп орысша қоспаймын. Мен шәкіртуге барған кезде, сіз орыс жақтың адамысыз ба деп жабыса кетеді. Жоқ, мен орыс жақтікі, енді ар жақтым. Бірақ әкемнің қаны орыс жақта болған ғой, енді орыс жақтан өскен деп сөйтіп, екі жақты жалғап жатқан неміз бар. Сіздер енді сол Қытайда отырған қаншама қазақтың арманын оятуға көмектесіңіздер. Ертең қаншама қазақ арманын оят, ақшалар қолдарына ақша тиіп, жағдай өзгерген кезде неғып бәрі Қазақстанға көшіп келмеске? Неғып бәріміз бір елде тұрмасқа? О да бір арман екен, сіздер үшін арман да? Қазақстанға келу, осы жерден орын теуіп, осы жерден жаңағы өсіру арман ғой. Мен сөйтіп айтам да, ертең сіз қанша адамды Қазақстанға көшіріп әкелесіз? Болады Қазақстан Алматының ортасынан ойып тұрып әркім үй ала алатын болады. Келе алатын болды. Өйткені сол жағдай ақша шешіп тұр ғой бәрі. Шақырып қонады ғой.
шыр етіп мен ғана сөйлемеймін. Осы жерде қаншама адамдар сөйлеп жатыр ғой. Кешеден бері, алды күннен бері. Қазір келетін жаңағы сабақ беруші, дәріс беруші өте үлкен көшбасшы. Осы компанияда алды күні сен неде айтылды ғой, сахнада. Жаңағы үй алып жатыр, жер алып жатыр деп. Компаниядан 2 үйін алып тастаған мынандай жаңағы этаж жүзде. Енді жер алып мынандай үлкен 4 этаж үй салам деп жатыр. Компаниядан 2 машинасын алып тастаған. Жағдайын 100%-ға өзгертіп тастаған адам келіп қазір сабақ берейін деп тұр. Енді сол кісінің сабағы өте бізге қажет. Мен әлі оған жете қойғаным жоқ. Маған бір жарым жыл болды. Мен өзімнің осы уақытқа дейінгі өзгерген жағдайымды сіздермен бөлісіп жатырмын. А о кісінің өзгерген жағдайы 5 жыл болды. О кісі өзгертіп, мына допты думаласып тастаған. Қазір Германияны қосып жатыр, қазір Американы қосып жатыр о кісі. Өйткені ана жолы алдыңғы осы дәрісте Германиядан 2 адам келіп кетті. Және ұшақпен не нәрсе бұл бізді көрейікші. Көру үшін сол Германиядан осында ұшып келіп, Қазақстанда тіл білмейді, оқпайды. Бірақ жаңағы аудармашысы арқылы мына көріністі көрді. Сол кезде біз жаңағы неге шығып, сенаға шығып, мына адамдар айтып жатыр, жаңағы адамдардың отношениясы, көзқарасы, қарым-қатынасын көріп, ана германдар жаңағы немістеріміз. Германдар қазақтар ма, германдар? Неміс па? Немістер. Түк ұқпай тұр, енді ана аударып отырғанын өзі қаншалықты ұғынып, бірақ көзбен қабылдап кетті ғой. Аяғында шығып, мынау бізге керек екен. О кісілер үшін жаңа біздің 4 спрейді алып тексертіп, өздерінің олы германдар керемет қой, жөнсіз нәрсені ауызға салмайды. Біз ғой қазақ жедесі жей саламыз, іштесі іші саламыз. Олар жөнсіз нәрсе, олар тексеріп алып салады. Дәрігер берген күннің өзінде олар өздері тексереді. Тексеріп алып келіп, содан кейін салады. Сонда және ана 4 спрейді апарып тексертуге апарған ғой. Сол кезде жаңағы тексертетін шкаласы былай түсіп кетті. 100%-ға мынау адамға қажетті дүние болып шыққан. Сонда сонысын келіп айтты да. Мынау не деген керемет дүние, мынау өте қажетті нәрсе екен. Сонда енді Германия жаңағы немістер мойындап жатқанда біз қазаққа өте қажет деп ойлаймын. Өйткені әр қазақтың үйінде шешеміз ауырып жатыр, әкеміз ауырып жатыр. Сол кісілерді нағып ұзағырақ жаңағы осы нәрсемен ұстап тұрмасқа, ұзағырақ жаңағы жасын ұзартпасқа. Қазір менің шешем жаңағы қан басымнан ауырады. Осы 4 спреймен отыр. Түнгі 2-де қаны көтерілді. Сандырақтап және далаға шығам дейді, қан көтеріліп кеткен кезде қайда тұрғанын білмей қалады. Ми тоқтақ қалады екен қан көтерілген кезде. Содан кейін жаңағы сол қан көтерілген күні кешегі істегенімен бүгінгі істегенін ұмытып отырады. Сол осы спрейдің арқасында қазір өмірін ұзартып отырмыз. Қалтасына сақ қоямын. Туалетке барсаң да үстелге қойып кетпей, екі ортада жаңағы келе жатқанын көтеріліп кетеді, аласында шашасында. Қалтасында ұстап жүреді. Мен айтып, сотканы салмасаң салмай-ақ қой, спрейді салып жүр деймін. Сол шешем кішкене менің мына өмірімнің жақсарғанын көріп кетсе екен деп тұрмын. Анаға қандай баласының жақсарғанын көрген арман ғой. Сол мен мына өмірді өзгертіп жатқан, мен бала-шағам өмірі өзгеріп жатқан, сол шешем армансыз кетсе екен деп жаңағы не қыламын да, ұзағырақ нетсінші. Тіпті шамам келсе қажыға апарсам деймін. Енді әкем кетіп қалды, өйткені ол кезде бұндай нәрсе болмады. Және өкініш тағы тұрады. Шіркін-ай, сол кезде әкем ауырған кезде осы нәрсе болғанда қазір тірі боламын екен деп, ол әр адамның ойында жүрген нәрсе. Кетіп қалса, жаңағы мысалы сайлауда әке шешесі сол қан басымнан кетіп қалды. Сол кезде осы спрей болғанда, может, әлі жүрер ме қасымызда. Үлкен адам бізге өте қажетті адамдар. Ең жақынымыз енді әке шешеміз ғой. Күйеуімізден кейін әке шешемізді не қыл. Сол кісілер енді ол кезде ондай өмір болмады. Қазір енді біз көре бастасақ, сол кісілерді көріп кетсе екен, шетін көріп кетсе екен деп армандаймыз да. Менің арманым әке-шешемді Дубайға апару. Дубайға барайықшы деймін, бірақ қан жаңағы самолетқа жармай тұр да. Осы қан басымыз мүлде жазылатын болса, Дубайға алып барсам деп армандаймыз да. Мына Дубай деген 22-ші ғасыр ғой. Соны көрсетіп, өмірде жақсы нәрсе бар екенін көрсетіп кетеміз де жаңағы. Түк көрмейді ғой енді. 40 жыл жаңағы ана жақтан келді, қиыншылықтың бәрін сол кісілер келді. Біз қазір қиыншылық аса көріп жатқан жоқпыз. Қазір бізге мүмкіншілік келіп жатыр. Соны қабылдамай отырмыз ғой. Ол кісілерге ондай мүмкіншіліктер келмеді ғой. Может, қазір шешем айтады ғой, шіркін-ай, мен сол кезде оқығанда мен Назарбаевтың қасында отырар едім ғой дейді. Назарбаевтың қатысшысы болар едім ғой, сендер басқа өмір сүрер едіңдер ғой дейді. Оқымадым деп сол арманы оқымауда кетіп қалды да. Ойлайды ол кісі мен оқысам, мен кетем. Енді өзінің ойы ғой енді. Оқыған адамдар қаншалықты жетіп жатқаны тағы белгілі. Сондықтан жаңағы оқу мен тоқудың түйіні басқа екен. Оқып жай ғана басқа нәрсе, мына жер тоқу екен.
Мына жерде жаңағы өмірдің практикасы дейміз. Өмірдің жаңағы адамнан адамға берілетін дәріс. Мен өзгердім, сіз өзгердіңіз. Сіз өзгердіңіз, сіз 10 адамды өзгердіңіз. Солай ешкім ондай дәріс берілмеген екен осы уақыттарда. Осындай дәрістерден қалмауға тырысайық. Одан кейін бұны толықтырып, үйде жаңағы ары қарай жалғастырыңыздар. Біз ертең дискілер шығарып береміз. Соны тыңдаңыздар. Жатқан кезде, таңертең тұрған кезде. Даже әйел адамдарға жақсы, мен бұрын сол дискімен жұмыс жасайтын. Қойып қоям, кір жуып жатам, ана құлағымда. Маған сабақ беріп жатады мына миыма. Қолым жұмыс жасап жатады. Тамақ жасап жатам, ана құлағымда. Қазір енді соткада тұр. Және жимурон дейді, не дейді, сіздер орысша түсінбейсіздер, әлі қазақшасы да шыға бастайды. Бар шығар, может, Қытайда қазір, сіздер қытайша түсінесіздер. Қытайда да бар ғой, жаңағы керемет бай болғандар. Солардың жаңағы кеше кім айтып жатты? Қытайда жаңағы не бар, мен сабағын көрдім деп мына балалар айтып жатты. Соны тыңдаңыздар, сол өте керек мына адамның миына. Біз ойланбай жаңағы мына тамақты ғана ойлайды екенбіз. Мына ми бос тұр. А миға мына жақтан бірдеңе келіп тұрса, сіз басқаша ана тамағыңыздың дәмі қандай керемет болады. Өйткені мына жақтан жақсы сөз келіп жатыр ғой. Ойыңыз жақсы, тамағыңыз да жақсы. Мына ойды өзгерту керек екен. Біз тамақты жасап тұрып, басқа жаман ой ойлап тұрамыз ғой. Содан кейін жаңағы тамағымызда дәмі дәл нашар болып қалатын кездер болады. Сонда айтамыз, ой, менің көңіл күйіме қарай бүгін басқан пловым дұрыс болмай қалды дейміз. Одай емес екен, біз ойымыз дұрыс болмай тұр. Ойлап тұрып, жаңа тамақты жасасақ, ол тамаққа өтеді екен де, ол сіздің бала-шағаңыз ішеді. Бала-шаға ішкеннен кейін оның да ойы дұрысталады да, дәмді тамақты бала-шағаға бергеннен кейін. Сондай екен де, соны ары қарай біз жылжыту. Мына өмір, осы жақсылықты жылжыту да. Енді жақсылықтың жақсысы болғанға ештеңе кінә емес шығармыз. Кінәлі емес шығармыз да, жақсылықты айтқанға. Жаман нәрсе айтып тұрған жоқ. Адамға қажетті нәрсені айтып тұрмыз. Адамның ойы түзелсінші деп айтып тұрмыз. Жаңа бала-шағасының ойы түзелсінші деп айтып жатырмыз. Оны мен не айтып жатырмын деп, және өздеріңіз кінәламаңыздар. Сіздер өте үлкен көшбасшы болып, жаңағы қаншама адамның ой өрісін өзгертіп жатырсыз. Өмірге деген мына өзгерісін өзгертіп жатырсыз да. Бір күн болса да жақсы өмірдің бар екенін көріп кетсін, сүріп кетсін деп жатырмыз. Болды, сөйлей берме. Жақсы.